Армысыздар, хабар арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ақсәуле Әлжан. Бүгінгі бағдарламада оптимистік көзқарас. Қазақстандық сарапшылар мұнай бағасының көтерілетінін болжады. Украинаның шығыс облыстарында 1,5 миллион адам азық-түлік жетіспеушілігін сезінуде. Қарағанды облысында 40 мың адам тұратын 150 елді мекенге су басу қаупі төніп тұр. Жыл соңына дейін мұнай бағасы барреліне $60 дейін көтерілуі мүмкін. Алдағы уақытта қара алтын өндірісінің көлемі де айтарлықтай ұлғаяды. Қазэнерджи қауымдастығы бүгін осындай жағымды болжам жасады. Жиында мемлекет үлкен үміт атып отырған 4-ші мұнай өндіру зауытының қауқары да сөз болды. Айтуларынша, модернизациядан өткен зауыт мұнай өнімдерін тіпті артығымен шығаратын болады. Эльвира Тағайқызы толықтырады. Қара алтын бағасы ай сайын емес, апта сайын құбылады. Сауд Арабиясы бағаны ұстау үшін өндірісті тоқтатайық деді. Оған әзірге Иран көнер емес. Алыптар арасында дау немен аяқталар екен деп отырғанда, бүгін біздегі Қазэнерджи тәуірақ болжам айтты. Жыл соңына дейін мұнай бағасы 60, ал 2018 жылға дейін тіпті $80 дейін өседі деді. Мұнай бағасы төмендеп жатқанымен оның өнімдеріне деген сұраныс азайып жатқан жоқ. Өйткені әзірге оның орнын басатын балама болмай тұр. Әрине, жасыл экономиканы дамыту бойынша көптеген жоба іске асырылуда. Бірақ дәл мұнай сияқты барлық өнімді алмастыратын шикізат көзі пайда болған жоқ. Сондықтан қара алтын құны міндетті түрде өседі. Бағамен бірге өндіріс көлемі де артады дейді мамандар. Мәселен, қазір біз жылына 80 миллион тонна мұнай алып отырсақ, 2040 жылға дейін өндіріс көлемін 160 миллион тоннаға дейін арттырады екенбіз. Оған 4-ші мұнай өңдеу зауытымызда атсалысады. Әрине, болашақта 4-ші мұнай өңдеу зауыты керек болады. Әрине, бірақ біздің айтқанымыз қазіргі уақытта бүкіл модернизация жұмыстары аяқталған соң, ішкі мұнай өңдеу көлемі бұл жеткілікті болады деп сондай жоспар бар. Қазір ең маңызды мәселе бұл модернизацияны аяқтау. Дәл осындай ұлттық энергетикалық баяндама осыдан 2 жыл бұрын жарияланған еді. Онда мұнай құны басқа, әлемдегі экономикалық ахуалда өзгеше. Айтылғандардың барлығы болмаса да кейбірі дәл келіп отыр. Осы жолғы болжамдар да жоспар күйінде қалуы мүмкін. Өйткені әлемдегі нарықтық жағдайға ешкім кепілдік бере алмайды дейді сарапшылар. Мұнай өңдеу зауыты іске қосылса, жанармай бағасы да ретке келер еді. Қазақстан әзірше ол тапшылықтың орнын толтыру үшін көрші Ресейден алуға мәжбүр. Сарапшылардың айтуынша, алдағы уақытта модернизациядан өтіп жатқан 3 мұнай өңдеу зауыты ол қажеттіліктің орнын толтырады. Ал 4-шісі іске қосылса, мұнай өнімдері артығымен шығарылады. Эльвира Тағайқызы, Жасұлан Шакенов, қорытынды жаңалықтар. Сондай-ақ энергетикалық баяндама аясында өзге де отын көздері туралы айтылды. Қазіргідей жылына 100 миллион тоннадан астам көмір өндіруді тоқтатпасақ та, Қазақстанда оның қоры әлі 5 ғасырға жетеді екен. Еліміздегі энергия ресурстарының ішінде көмірдің үлесі бүгінде 66%. Газ генерациясы, атом энергетикасы және баламалы энергия көздері дамып жатқандықтан, бұл көрсеткіш 2040 жылдарға қарай 40%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Сондықтан ғалымдар бүгінде көмірді зиянды қалдықсыз пайдаға жаратудың жолдарын іздеуде. Біз бұл технология жөнінде білеміз. Егер ол іске асырылып, қолданысқа енгізілсе, бұл электроэнергетика саласындағы үлкен нәтижелі іс болатын еді. Әрі, қоршаған ортаны қорғауда да мұндай технология өз жемісін береді. Ал атом энергетикасын дамытуға да барлық мүмкіншіліктер бар. Ең бастысы еліміз уран қоры мен уран өндірісі бойынша әлемде көш басында. Алайда атом электр станциясының құрылысына қатысты Қазэнерджи өкілдері ешқандай да болжам жасамады. Бұл үкіметтің құзырындағы сауал деді олар. Сонымен қатар алдағы 3 жылда электростанциялардың шекті тарифті жоғарылатпайтыны туралы да ақпарат берілді. Атомды бейбіт мақсатта пайдалану Қазақстан саясатын сипаттайтын үрдістердің бірі. Оның тарихы осыдан 25 жыл бұрын басталды. Семей полигоны 1991 жылы 29 тамызда жабылды. 2 жылдан соң Қазақстан мен ақш полигондағы ядролық қаруды сынаған инфрақұрылымды қауіп тудырмай жою туралы келісті. Ядролық қорды елімізден шығару 1995 жылдың сәуірінде аяқталып, полигонда 1996 жылдан бері ұлттық ядролық орталық зерттеу жұмыстарын жүргізіп келеді. Сондай-ақ 2000 жылға дейін іске жарамаған Дегелең таулы аймағындағы 180 және Балапан алаңындағы 13 ұңғыма жабылды.
Сонымен Біріккен ұлттар ұйымы Семей ядролық полигоны жабылған тамыздың 29-ын халықаралық ядролық қарумен күрес күні деп бекітті. Бұл Қазақстанның зор жеңісі дейді сарапшылар. Олардың бір бөлігі аз байытылған уран банкін құру Қазақстанда атомды бейбіт мақсатта пайдаланудың тағы бір тәсілі десе, енді бірі елімізді ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитті өткізуге лайықты бірден бір ел дейді. Ал Қазақстан Неміс университеті жанындағы халықаралық және аймақтық ынтымақтастық институтының директоры Болат Сұлтанов бұл ядролық қарудың лаңкестердің қолына түсуіне жол бермеу үшін жасап жатқан әрекеттерге нақты үлес қосатын бастама деп отыр. Если МАГАТЭ, например, Егер МАГАТЭ Қазақстанда осындай банкті құруға сенсе, бұл Қазақстанның ядролық энергетика саласындағы сенімді әрі салиқалы серіктес екендігінің дәлелі. Осындай банкті құру арқылы Қазақстан МАГАТЭ жүйесіне енді. Демек, біз бұл банк үшін мамандарды, атап айтсақ, өзге елдердің ядролық нысандарында тексерулер жүргізетін сарапшыларды дайындай бастаймыз. Қазақстандағы аз байытылған уран банкі әлемдегі даулы мәселелерді шешуге, мысалы Ирандағы ядролық проблеманы жоюға ықпал ете алады. Уранның тасымалын орталықтандырылған тәсілмен бақылаған дұрыс. Бұл елдерге ядролық қаруды таратпай-ақ өз атом энергиясын дамытуға мүмкіндік береді. Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші болғандықтан бұл мәселеде тәжірибесі мол. Ядролық қауіпсіздік жөніндегі осы саммитте негізгі назар Қазақстанда болды десем артық айтпаймын. Президент Назарбаевтың ядролық отын банкін Қазақстанда құру идеясы орынды. Себебі Қазақстан әлемдегі ірі уран өндіруші, экспорттаушы ел ғана емес, тұрақтылық сақталған мемлекет. Сондықтан келешекте ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитті Қазақстан өткізуге әбден лайық. Армения мен Әзербайжан әлемдік қоғамдастықтың айтқанына құлақ асып, Таулы Қарабақтағы әскери шараларын тоқтатып, бітімге келді. Қазақстанда екі елді мәселені бейбіт жолмен шешуге шақырған болатын. Бұл туралы мойындалмаған Таулы Қарабақ Республикасы қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы мәліметі деп Интерфакс агенттігі ақпарат таратты. Оның айтуынша тараптар бүгін бір мәмілеге келген. Естеріңізде болса, аймақта екі ел арасында шиеленіс 2 сәуірде ушығып, әскери шаралар басталып кеткен еді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше қақтығыстар кезінде 33 адам көз жұмған болатын. Украинаның шығысында 2 жылға созылған шиеленістен өңірде гуманитарлық дағдарыс белең алған. Қазірдің өзінде 1,5 миллион адам азық-түлікке зәру болып отыр. Арасында 300 мың адамның жағдайы тіпті ауыр. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының қосалқы бөлімшесі мәлім етті. Халықаралық жобаның арқасында осы жылдың ортасына дейін ең ауыр жағдайға тап болған 270 мың тұрғынды азықпен қамтуға болады деді ұйым өкілдері. Айта кетейін, 2014 жылдың қарашасынан бері әлемдік азық-түлік бағдарламасы аясында 500 миллионнан астам халық қажетті азықпен қамтамасыз етілген. Олардың 370 мыңына азық жеткізілсе, дүкендері бар аймақтардағы 180 мың адамға қаражат үлестірілген. Еуроодақ пен ресми Анкара арасындағы уағдаластыққа сәйкес Германияға 1-1 қағидасы бойынша алғашқы мигранттар легі келді. Ганноверге 32 сириялық босқын Стамбулдан ұшақпен жеткізілді. Неміс жерінен пана тапқандарды жергілікті өмір салтымен таныстырып, олардың қоғамға сіңіп кетуіне көмек беру жұмыстары басталып кеткен. Дегенмен Түркияның президенті Режеп Тайып Ердоған Еуроодақ билігін көші-қон дағдарысымен қажетті деңгейде күреспей отыр деп айыптады. Айтуынша, европалық елдер босып келгендердің жайын ескеріп, оларға жағдай жасаудың орнына шекарада қорған салып, дуал тұрғызумен әлек. Түркиямен салыстырғанда Еуропа елдері қанша босқынды қабылдады. Олардың табысы біздікінен әлде қайда көп екенін де ескеру керек. Одақтас елдер қорғандар салып аймақтарын бекітіп жатыр. Осыдан Еуропаға теңіз арқылы жетемін деп қаза болғандар қаншама. Ал біздің жағалауымызда арнайы күзет қызметі олардың біразын құтқарды. Қазірге дейін 100 мыңнан астам адамды өлімнен арашалап қалды. Ресейде жыл басынан бері жұмыссыздардың саны 7%-ға көбейген. Енді сарапшылар осы жағдайға алаңдап отыр. Жалпы жауапты министрліктің мәліметі бойынша солтүстік көршімізде 1 миллиондай адам екі қолға бір күрек таба алмай келеді. Бірақ халықаралық ұйымдар көрсеткіш бұдан да көп екендігін алға тартады. Тақырыпты Меруерт Айқызықызы жалғастырады. Мәскеудің метро қызметкерлері жұмыс орындарының қысқарғанына наразы. Олардың қатарына ұстаздар қауымы да қосылған. Бұған дейін метро мамандарының жалақысы мен жұмыс орындары тұрақты болатын, ал енді жағдай өзгеріп тұр. Айта кетейік, Мәскеу мен Санкт-Петербургте жұмыссыздық деңгейі қазір 3%, Солтүстік Кавказ бен Байқал маңында 10% шамасында.
Жұмыссыздық шағын қалалар мен ауылдардың тіршілігіне кері әсер етті. Себебі кәсіпорындарда жұмыс орындары қысқарып, адамдар ақша таба алмай жүр. Ресей нарығында экономистер, заңгерлер және дәрігерлерге сұраныс азайды. Әрі, орта және шағын бизнестегі өндіріс орындарында да қызметкерлер үшін еңбек ету мүмкіндігі көп емес. Тіпті стратегиялық мекемелер де осы қадамға баруға мәжбүр. Машинистер үшін жағдай қиындап кетті. Біз зейнетке бұрынғыдан ертерек шығатын болдық. Соңғы жарты жылда 15 танысымды жұмыстан босатты. Олардың ешқайсысына өтемақы беру жөнінде кепілдеме берілмеген. Сарапшылар Ресейдің қазіргі жұмыссыздық деңгейін қалыпты санайды. Себебі көрсеткіш соңғы 4 ғасырдан бері төмендеп келеді. Ресми дерек бойынша қазір 2,5 миллион тұрғын жұмыс іздеуде. Біраз кәсіпорындар адамдарын қысқартып жатыр, бірақ бұл айтарлықтай мәселе емес. Қазір жұмыссыздық деңгейі 5,8% көрсетеді. Тәуелсіздік жылдарында ол 9,5% болған. Ауқымды қалаларда жұмыс бар, сол сұранысқа сай жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Экономистер болса жұмыссыздар санын қысқарту үшін жаңа өндірістерді іске қосып, әрі жұртты жалақысы аз жұмыстарды да қомсынбауға үгіттеу керек дегенді айтады. Меруерт Айтқазықызы, Дана Нұржан, Тимур Алтынбаев, қорытынды жаңалықтар, Ресей. Өз еліміздегі жаңалықтарға ойысайық. Коллектор Қазақстанның қаржы саласында осындай жаңа қызмет түрі пайда болуы мүмкін. Мәжілісте оның жұмысын реттеу туралы заң жобасы таныстырылды. Тақырып қызықты болды ма, әлде 6-шы шақырылымның құрамы тым белсенді болды ма, әйтеуір жобаны жасаған ұлттық банк өкілдері сұрақтың астында қалды. Көпшілігі құжат шикі деп санайды. Толығырақ сараптамалық орталықтан байланысқа шыққан әріптесім Ердәулет Байдуллаевтан сұрап білеміз. Ердәулет, жаңа бастамаға қарсылық танытушылар неліктен көп болды? Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Ақсәуле, алдымен коллекторлық қызметтің не екені туралы түсіндіріп өтсем. Бұл мамандар банктың жалдамалы өкілдері, басты қызметтері несиесін қайтармай жүрген борышкерлермен жұмыс жасау. Мұндай төлем жинаусы қазірде жүргізіледі, бірақ олардың міндеттері заң жүзінде нақтыланбаған. Содан да болар кейде ойына келген жасап, азаматтарды жиі мазалайды екен. Бұл заңда біз нақты көрсеттік. Коллектор борышкерге психологиялық қысым жасауына болмайды. Сондай-ақ кешкі сағат 21-ден кейін демалыс пен мереке күндері қоңырау соғуына және хабарлама жазуға да тыйым салынады. Потому что мы узакониваем рэкет. Мына жобаны оқып отырсам, коллекторларды заңды қарақшыға айналдыратын түріміз бар. Жеке менің пікірім, мұнда халықтың емес, банктер мен сол коллекторлық ұйымдардың мүддесі көбірек қорғалған сияқты. Оны депутаттар арқылы қабылдатқыңыз келеді. Мен жобаға қарсымын. Ердәулет, құжатта коллекторлардың қызметіне шынында да көп басымдық берілген бе? Депутаттар неліктен қатты алаңдаулы? Ақсәуле, өкінішке қарай, құжат тілшілер қолына берілмейді, десе де депутаттар сөзінен біраз жайтты ұқтық. Мәселен, қарызды өндіруші сол соманың 50%-на дейін қызмет үшін өзіне алуына болады екен. Бұл да біраз қарсылықты туғызды. Сосын борышкердің мүлкін сатуда үлкен мәселеге айналатын сияқты. Бұл жерде азаматтардың, борышкерлердің құқығы бұзылады деген сөз. Яғни соттың шешімісіз бүкіл жаңағы мүлігін, тұрғын үйден басқа мүлігін ала беруге болады деген сөз. Мен ойлаймын, бұл дұрыс емес. Десе де көпшілігі құжаттың қажет екендігін жоққа шығармайды. Себебі қазір елімізде несиесін кешіктіріп жүрген миллионның үстінде борышкер бар. Олардың қарызы 1 миллиард теңгеден асады. Енді оны өндіріп алудың тиімді жолы ретінде осы коллектор қызметі қарастырылуда. Бірақ ол қарапайым адамдарға зиян тигізбейтіндей жұмыс істеуі қажет. Талқылаудың түйіні осы. Заң жобасы әлі де талай сыннан өтетін сияқты, сондықтан біраз өзгерістер енгізілуі әбден мүмкін. Ақсәуле. Рахмет. Бізбен тікелей эфирге шыққан әріптесім Ердәулет Байдуллаев. Тікелей эфирде жаңалықтар, одан әрі көретіндеріңіз. Қарағанды облысында 40 мың адам тұратын 150 елді мекенге су басу қаупі төніп тұр. Ақтөбенің жолдары сын көтермейді. Көшелерді сынға алған қалалықтарға облыс әкімі жауап берді. Сәуірдің сюрпризі, табиғаттың тосын сыйы Қызылордада қар жауды. Қарағанды облысының Шет ауданында орналасқан Шопа және Қарамұрын өзендерінде су деңгейі біршама көтерілген. Қазір бұл аумақтарда бақылау бекеттері орнатылды. Жалпы өңірдің 150-ге жуық елді мекені қауіпті аймақта орналасқан. Онда 40 мыңға жуық отбасы тұрады. Құтқарушылар жағдай тұрақты деп отыр, дегенмен жергілікті атқарушы органдар мен төтенше жағдай қызметі күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Қазір Шерубай, Нұра және Ынтымақ су қоймаларынан су шығарылып жатыр.
Тұрғындарды ескертіп жатырмыз, малдарына, қарауына және сондай-ақ жаңағындай су басқан жерлерге тақалмауларына қарап отырмыз. Төтенше жағдай қызметкерлері және сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар бүгінгі таңда күшейтілген режимде жұмыстарын жасап жатыр. Өзендердің барлық жаңағы қауіпті деп танылатын өзендердің жағасында арнайы барлау пункттары, бекеттері құрылды. Ол бекеттер біздерге уақытылы ақпарат бергендіктің арқасынан ол судың деңгейін бақылап және төтенше жағдайдың алдын алуға мүмкіндік болып отыр. Жуырда ғана солтүстік Қазақстан облысына қарасты Тайынша ауданының тұрғындары табиғаттың тосын мінезінен жапа шекті. Ауа райының күрт жылынуына байланысты аудандағы 4 бірдей елді мекен қызыл су астында қалған еді. Бұл теріскейдегі жағдай, ал елдің шығыс өңірін су басу қаупі мамырдың аяғына дейін сақталуы мүмкін. Осы бағытта нақты қандай жұмыстар атқарылып жатқандығын студиямызбен байланысқа шыққалы тұрған төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұловтан білгенді жөн көрдік. Кеш жарық, Руслан, ең қауіпті аймақтарға қай өңірлерді жатқызамыз? Кеш жарық, Сәуле, енді бүгін бізде республика бойынша 2 облыс ең бір қауіпті болып танылады. Бұлар Ақмола облысы және Солтүстік Қазақстан облысы. Солтүстік Қазақстан облысында өзіңіз білетіндей бүгінгі таңда құтқару жұмыстары жүргізілуде. Жалпы республика бойынша, ал ең көбі осы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 306 адам эвакуацияланған болатын. Енді олардың 170-і үйлеріне қайтарылды. Ақмола облысында Атбасар ауданы ең бір қауіпті болып танылып тұр. Ол жақта алдын ала жұмыстары атқарылуда. Бүгінгі таңда 80 мыңнан астам қаптар салынды және де 23 мыңнан астам метр уақытша дамбалар салынған болатын. Қыста қардың шамадан тыс көп түсуіне байланысты осындай жағдайдың боларын алдын ала болжаған болсаңыздар, тасқынға тойтарыс беру мүмкін болмады ма? Әрине болжам болды. Енді болжам бойынша әлі де жылы ауа райы болып күтілуде. Бірақ дегенмен бұл ауа райын өзіңіз білетіндей тез уақытта жылынса және де жауын шашын оған қосылған болса, әрине де осы далада жатқан қардың бары тез еріп, тез ағуы мүмкін. Сондықтан да негізі барлық техника дайын және де ол жұмысқа кірісілуде. Бірақ дегенмен табиғаттың алдын алуға болмайды және де болып жатқан даладағы қалған судың барлығы тағы да ағуы мүмкін. Азаматтарға айтатындарымыз әр кезде дайын болу керек. Біз күштерімізбен құралдарымызды дайын қылып ұстап тұрмыз. Енді эвакуациялау жұмыстары керек болатын болса, адамдар міндетті түрде эвакуацияланады. Ақпаратыңызға рахмет. Сау болыңыз, рахмет. Бізбен тікелей эфирде байланысқа шыққан төтенше жағдайлар комитетінің өкілі Руслан Иманқұлов болған болатын. Солтүстікте қар еріп жатса, Қызылордада қар жауды. Қалада таңертеңгі нөсердің соңы жапалақтаған қарға ұласқан. Бірақ ақ ұлпа жерге түспей-ақ еріп кетіп, көзден ғайып болды. Ал түске таяу жауын тоқтап, күн райы жылы шырай таныта бастады. Ауа райын болжаушы мамандардың айтуынша, көктемнің ортасында кенеттен қар түсуі арктикалық циклон мен суық фронттың әсерінен болған. Сондықтан ауа температурасы 0 градусқа дейін төмендеді. Дегенмен синоптиктер табиғаттың мұндай тосын сыйы болатын алдын ала білген біздей осыған байланысты ескертулер де жасалған екен. Алдағы уақытта температура күндіз 10-15, кей жерлері 20 градус болатын болса, түнде 3-8, кей жерлері 0 градус шамасында болады. Одан кейін екінші және үшінші онкүндікте ауа температурасы 15-20, кей жерлері 25-30 градусқа дейін жылимыз. Түнде 5-10, кей жерлерде 15 градус шамасына дейін болады. Алдымызда сонда бір су жоқ. Сондықтан бұл енді бізге бір айтарлықтай енді әсер болады. Ауыл шаруашылық үсіп кетеді деп айта алмаймыз. Сондықтан бұл енді тек қана мынау ақ дақылдарға, жоңышқаға тек қана бұл ылғал жағынан оң әсерін тигізеді деп есептейміз. Ақтөбе инвесторлар үшін ең тартымды өңірлердің бірі болып тұр. Кәсіпорыннан бастап медицина саласында айтарлықтай ілгерілеушіліктер бар көрінеді. Дегенмен күрмеуі шешілмеген мәселелер де жоқ емес. Облыстағы ауданаралық жолдар көптен бері жөндеу көрмеген. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев бүгін осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар жайлы есеп берді.
Аудандардан бұрын шаһар ішіндегі жолдардың сапасы сын көтермейді. Соңғы жылдары ғана жөнделген жолдардың өзі шұрық тесік, жүргізушілерде әбден мезі болған. Жастан Ақтөбе қаласының барлық көшесі сондай. Сапасыз. 0 сапа. 12 мыңға істедім, граната ауыстырдым. Биыл республика және облыс бюджетінен 7,1 миллиард теңге бөлініп, өңірде 178 шақырым автомобиль жолы жөндеуден өтеді. Мемлекет қазынасынан бөлінетін қаржының жұмсалуымен жол салушылардың жұмысы жіті назарда болады. Осыдан соң жол сапасы салынса, онымен айналысқан мердігерлердің өз қаражаты есебінен жұмыстар қайта атқарылады деп кесіп айтты өңір басшысы. Бірінші қандай көшелерді жөндеуіміз керек. Оған біз қаржы тауып береміз. Одан кейін екінші. Сөйтіп халыққа айтуымыз керек. 3 жылда, болмаса 5 жылда Ақтөбе қаласының барлық 537 көшесі толығымен асфальттанады деп. Екінші мәселе, былтыр оның алдыңғы жылы жөнделіп, қайтадан жөндеуге келген көшелер. Оларды сол жүргізген мердігерлердің есебінен қайтадан жөндеуіміз керек. Ал биыл ылғалдың көп болуына байланысты аудандар мен қала іргесіндегі ауыл тұрғындарының қауіпсіздігі басты назарда. 3 қоймадағы судың да мөлшері ұдайы қадағалануда. Осыған дейін қала іргесіндегі бірқатар үйлерді қызыл су басқаны белгілі. Қазір жағдай қалыпты. Қауіпті деген аумақтарда техника мен адам күші барынша жұмылдырылған. Ал өңірдің әлеуметтік экономикалық бағытын айтар болсақ, биыл облыста 3 ірі зауыт инвесторлардың көмегімен салынбақ. Тағы бір маңыздысы, биыл өңірде құны 2,5 миллиард теңге болатын шағын фермалар ашуға арналған қанат қақты жоба қолға алынады. Сонымен бірге 100 нақты қадам жүктеген міндеттің бірі ауыл шаруашылық өнімдерін көбейтіп экспортқа шығару. Ол үшін биыл Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстары және Эналга Евразия трансұлттық компаниясының қатысуымен өңіраралық кооперация құруға келісім жасалды. Нұргүл Қонақбаева, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбеден. Батыс Қазақстан облысында құрылыс материалдарына деген тапсырыс көлемі біртіндеп ұлғайып келеді. Орал қаласындағы силикат кірпіш шығаратын зауытта қазір жұмыстың нағыз қызған шағы. Бұл кәсіпорын жылына 80 миллион дана кірпіш, 45 мың тонна әк, 15 мың тонна құрғақ қоспа өнімдерін және ұялы бетондар шығарумен айналысады. Нұрлы жол, қолжетімді баспана, мемлекеттік бағдарламалары бойынша салынып жатқан үйлер мен одан басқа да әлеуметтік нысандардың құрылысына негізінен осында өндірілген материалдар пайдаланылып жүр. Олар осыдан бірнеше жыл бұрын үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша 1 миллиард теңге көлемінде несие алып, кәсіпорынды жаңғыртып, неміс технологиясы бойынша жұмыс істейтін жаңа қондырғы сатып алған көрінеді. Ол сағатына 4 мың кірпіш шығара алады. Зауыт басшыларының айтуынша, биыл 50 миллион дана силикат кірпіш өндіру жоспарда бар. Негізінен энергияның қымбатына байланысты осы сол уақыттан бері түнгі мезгілде жұмыс істеуге кірістік. Неге десеңіз, түнгі тариф күндізгі тарифтен біршама арзан, сондықтан енді өзіндік құнын көтермеу үшін тастың барша құрылысқа жетімді болу үшін істеп жатыр. Қазіргі жұмысшыларды тарқатқан жоқпыз. Үкіметтің қолдауы арқылы инвестиция тартқан болатын. Сол инвестиция арқылы қайта құру жаңғырту бағдарламасымен біршама технологиялық құрал жабдықтарын ауыстырып алдық. Ол енді мемлекет жағынан тапсырып қойғаннан кейін біздің енді өзіміздің жұмысшыларымыз, қызметкерлеріміз бәрі жұмысқа қатысады. Өзге де өңірлерден келген қызықтар, маңызды жаңалықтар келесі топтамада. Биыл Қостанай қаласының жолдарын жөндеуге бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінген. Бұл сома алдыңғы жылдармен салыстырғанда 6-7 есеге көп. Десе де тозығы жеткен жолдар қазір тек қиыршық тас араластырылған құммен бітеліп жатыр. Бұл жұмыстарға қала бойынша 10 бригада тартылған. Қалалық әкімдік өкілдерінің сөзінше, жоспарлы жөндеу жұмыстары тек сәуір айында басталады. Ал Ертіс өңірінде жолаушы тасымалдайтын қоғамдық көліктерді тексеру басталды. Автобус деп айдар тағылған іс-шара кезінде 133 жол ережесін бұзған жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Рейдтік шара бір тоқсанда 2 рет өткізіледі. Инспекторлардың сөзінше, көлік тізгіндегендердің көбі жолда ұялы телефонмен сөйлесіп, автобусты құжатсыз жүргізеді. Алматыда көктемгі сенбіліктер басталды. Медеу маңын тазалауға 500-ден астам адам қатысты. Олар шаған мен үйеңкі ағашының 1000 көшетін отырғызып, табиғи парк аумағынан 60 текше метр тұрмыстық қалдықтарды шығарды. Жетісу ауданында да ауқымды тазалық шарасы өтті. Есентай өзені күл-қоқыстан тазартылды. Су арнасы мен жағалауынан 35 КАМАЗ жүк көлігіне тиелген күл-қоқыс күресінге шығарылды. Бүгін 50 маман мен 9 арнайы техника Атыраудан Ақтөбе облысына бет алды.
Көрші облысты су басу қаупі байқалғаннан бері мұнайлы өңірде арнайы штаб құрылып, іске кіріскен болатын. Жедел әрекет ету тобы Батыс өңірлік аэромобильді жасағы мен облыстық төтенше жағдайлар қызмет департаментінің сарбаздарынан құралған. Олар тасқынға қарсы қолданылатын техникамен толықтай жабдықталған. Шығыс Қазақстан облысында электр қуатының бағасы 15%-ға дейін қымбаттайды. Шығыс Энерготрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарифтік өзгерісті мамыр айының 1-нен бастап енгізбек. Қазір мәселе облыстық монополияға қарсы департамент өкілдерінің қарауына жіберілді. Нақты шешім сәуір айының соңында белгілі болады. Александр Бородюк Қазақстан премьер-лигасымен қош айтысты. Ресейлік маманның қайрат тізігінін ұстағаны кеше ғана еді, енді қызметінен кетіп үлгерді. Қанат Базылхан өзгеде спорт жаңалықтарымен хабарымызды жалғастырады. Былтыр чемпиондыққа ұмтылған Алматының қайраты маусым алдында Александр Бородюкты ат түйедей қалап әкелген. Биылғы біріншілікті суперкубокты ұтып алудан бастаған алматылық футболшылар сосын сүріне бастады. Бірінші турда Тараздан тасталқан ұтылып, екінші турда Оқжетпеспен ұпай бөлісті. Сосын Оралға барып көш соңында қалып қойған Ақжайықтан жеңілді. Бас бапкер ұялса керек қызметінен өз еркімен бас тартты. Айта кетейік, Қайрат ресейлік маманмен 3 жылға келісім шартқа отырған болатын. Үлкен Қайрат кіші Қайраттан үлгі алса болады. Какау шәкірттері ұлттық біріншіліктің аяқталуына 2 тур қалғанда Қазақстан чемпион атанды. Осымен 13-ші рет бас жүлдені қанжығасына байлаған Қайрат ішкі біріншіліктен қарсылас таба алмай жүр. Бүгін Рудидің аятымен болған ойында алаң иелері 8-2 есебімен жеңіске жетті. Бүгін Астанадағы 56-ші мектепте дене шынықтыру сабағы өзгеше өтті. 4-ші және 7-ші сынып оқушылары әдеттегі жаттығудан бөлек Олимпиада чемпиондарының шеберлік сабағына қатысты. Бүкіләлемдік денсаулық күні қарсаңында қолға алынған әлеуметтік жобаға Ермахан Ибраимов, Юрий Мельниченко және Ольга Шишигина секілді чемпиондар да үн қосып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Балаларды спортқа тартып, олардың салауатты өмір салтын бойында қалыптастыру біздің негізгі мақсатымыз болып қалып отыр. Біздер сол арқылы кәсіби спортты да дамыта аламыз. Бұл бір күндік акция емес дейді ұйымдастырушылар. Дене шынықтыру сабағына оқушылардың қызығушылығын оятуға бағытталған іс-шара еліміздің басқа өңірлерінде де жалғасын табады. Қанат Базылхан, қорытынды жаңалықтар. Бүгінге айтарымыз осы, аман болайық.